Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен әртүрлі қолданыста жүрген IT терминдер жайлы айтпақпын. Бірінші термин папка сөзі. Анықтамасына назар аударайық. Папка аты аталған файлдар тобы. Бірақ мысалы мектеп оқулығында 3-ші сыныпта оны бума деп аударған. Termin.com.kz сайтынан қарасақ, папка деп аударылған және де қапшық деген де нұсқа бар. Сөздікқор.kz сайтынан қарап көрейік. Онда Ильясованың түсіндірме сөздігінде папка деп көрсетілген. Орысша папка неміс тілінен папе сөзінен кірген. Қатты қағаз немесе картон деген мағынаны білдіреді. Келесі термин software сөзі. Software дегеніміз компьютердің жұмыс істеуіне арналған бағдарламалар жиынтығы. Бұл терминде әртүрлі қолданылады. Мысалы, Алматы мектеп бағдарламалық жасақтама, Атамұра бағдарламалық қамтамасыз ету, Арман ПВ программалық жасақтама, Алматы кітап программалық жабдықтау. Бұл термин алғаш Америкада шыққан. Сөздікқор.kz сайтында бұл термин бағдарламалық жасақтама деп алынған. Үшінші, накрутка сөзі. Жалған түрде көбейтуді білдіретін бұл ұғым әлеуметтік желіде қолданылады. Ағылшынша атауы cheating деп аталады. Ол жалған ойын деген мағынаны білдіреді. Қазақшасына келетін болсақ, нақты ұғымның аудармасы жоқ. Бұл терминдерді қарастырған себебім нақты аудармалары жоқ. Ұсынысым ісқап деп алу папканы. Себебі жұмыста қолданылады, ал софтверені солай қалдыру, бағдарламалық жасақтама деп. Ал накрутка сөзін озу және айналу деген екі сөзден құрап алып отырмын. Видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.